ойнай бастағаныма 20 жыл болды. Бірақ мен ешқашан құмарға кірген жоқпын. Соған қарамастан, адамдардың жоқ ақша үшін ақылға қонымсыз әрекеттер жасағанын қаншама көрдім. Уайымдама, бұл әлемде ең ақымақ адам сен емессің. Бірақ сендер барлығың бірдейсіңдер. Бір нәрсенің қадірін білу үшін міндетті түрде бір нәрсені жоғалту керек. Şahsen yana değil, erken söyledim. Kemal, menin karta oynap жүргеніме 5 жыл уақыт болды. Bir түсінгенім, азарт менен туғалы бірге екен. Картадағы 5 жылым маған көп нәрсені түсіндірді. Мен бұрын картаны өзімнің рахатым үшін, болмаса мына ақша үшін ойнаттым. Оказывается, бұл өмірде бұдан да қымбат дүниелер бар екен. Кемал, мен өз азартымды бүгін саған тастап кетем. Мынау менің соңғы рет картаны ашуым. Мә саған. Маған сенің ақшаларың керек емес. Мына ақшаларыңды маған әйелімді қайтар. Бәке, мен ана Кемал дейтін ешақтың қалай отқанын білдім. Өткенде эмоциямен отырып еш нәрсе байқамай қаптым. Братан, еркек шәйші барлығы жасаған дилер ғой, Diller емес, diller таза. Вот ана карта таза емес. Братан, картада метка болса мен бірден байқаймын, бұл білесің ғой. Сен білмейтін дейді метка жасай алады ғой. Я камерадан қарадым, что-то Кемалдің очкиінде бір нәрсе бар сияқты Кемал.